Тағдыр өзгере ме? Алла тағала жер бетіне келіп кететін күллі тіршілік атаулының тағдырын әуелде ләхлу махфузда жазып қойған. Ләхлу махфуз негізгі ана кітап болғандықтан Аллахтың одан басқа ләуху исхаб есімді тағдыр кітаптары бар. Міне, осы екі тағдыр кітабында Аллах қалағанын өшіріп, қалағанын сол күйінде қалдырады. Сол секілді, адам тағдырының өзгеріп өзгермеуі де Аллахтың қалауында. Аятта да бұл жөнінде Аллах қалағанын өшіреді, қалағанын қалдырады. Негізгі кітап Уммул китаб, оның қасында Рағд сүресі деп ашық айтылған. Аллах қаласа пендесінің тағдыры немесе қазасын өзгертуі мүмкін. Дегенмен бұл мәселеде пенденің ниеті мен іс-әрекеті негізгі рөл ойнайтындығын мына хадистен аңғаруға болады. Бір күні Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құлайын деп тұрған үйдің қасынан өтіп бара жатып жылдам жүреді. Сонда қасындағы сахабалар: "Уа Аллахтың елшісі, Аллахтың қазасынан қашып барасыз ба?" деп сұрағанда, Хазіреті пайғамбарымыз: "Аллахтың қазасынан Аллахтың тағдырына, қадарына сыйынамын" деп жауап береді. Хазіреті Омар рабиаллаху анху хижри 18 жылы Шамға бармақ болып сапарға шығады. Жол жүріп келе жатып, Сәрх атты елді мекенге жеткенде Шамда оба ауруының шыққанын естіп кері қайтпақ болады. Сонда Шам қолбасшысы Хазіреті Әбу Убайда ибн Жаррах: "Уа мүміндердің әміршісі, Аллахтың тағдырынан қашпақшысың ба?" дегенде Хазіреті Омар оған: "Ей Әбу Убайда, әттең, бұл сөзді сенен басқа жан айтқанда ғой. Иә, Аллахтың тағдырынан қайтып, Аллахтың тағдырына қашып барамыз. Тағдырға не жазылғанын бір Аллах біледі. Мәселен, сенің жайылымға шыққан түйелерің бір жағы тақыр, оттығы жұтаң, бір жағы шалғынды сайға түсіпті делік. Сен түйелеріңді шалғынды, шайырлы жотаға жайып тойдырсаң да, немесе тақыр шөпсіз жотаға жайып аш қалдырсаң да, Аллахтың тағдырына сәйкес әрекет еткен болмайсың ба?" деп қисынды жауап береді. Хазіреті Абдур-Рахман ибн Ауф бұл мәселеге қатысты мынадай хадис айтады: "Бір жерден оба шыққанын естісеңдер де, ол жерге бармаңдар. Егер сендердің тұрып жатқан жерлеріңде оба ауруы шықса, онда ол жерден шықпаңдар." Бухари риуаяты. Хазіреті Омардың ұсынысына Хазіреті Әбу Убайда ибн Жаррах құлақ аспай тағдырда жазылғанын көрермін деген ниетпен Шамға кетеді. Кейіннен Хазіреті Әбу Убайдада және өзге де беделді сахабалардың осы оба ауруынан шахид болған хабары Мәдинаға жетеді. Хижри 18 жылы Шам өлкесінде шыққан осы Амуас обасынан 25 мың адам өледі. Хазіреті Омар тағдырдың өзгеруі үшін Аллахқа үнемі дұға еткендігі белгілі. Ардақты сахаба былай деп дұға ететін: "Аллахым, егер есімімді шақилардың, жамандар, тозақилықтар арасында жазған болсаң, атымды ол жерден өшір. Егер саидтардың, бақыттылар, жанаттықтар арасында жазған болсаң, сол жерде берік қыл. Өйткені сен Аллах қалағанын өшіреді, қалағанын қалдырады. Негізгі кітап Уммул китаб, оның қасында Рағд сүресі" деп айттың. Сенің бұл сөзің хақ. Жақсылық пен жамандықтың Аллахтан екендігіне сену. Біз, яғни иман етуші пенделер, әу баста әманту биллахтың айтқан кезде жақсылық пен жамандықтың бір Аллахтан екендігіне сендік. Негізінде Аллах тағаланың шексіз құдіреті арқылы жер бетіндегі әрбір нәрсе жұп-жұбымен жаратылған. Жақсылық пен жамандық ұғымдары да бір-біріне қарама-қайшылық жұбы. Дегенмен олардың жұптық қасиеті болған соң, әркез бір-бірін толықтырып отыратын хикметі бар. Жамандықтың бет-пердесін жақсылық, жақсылықтың мәнін жамандық ашады. Аллах құзырында да адамдардың дәрежесі жақсы не жаман амал жасауына байланысты. Егер мұндай айырмашылық болмаса, барлығымыз бейне бір періштедей күнәсіз болып, дүниелік сынақтың ешқандай да маңыздылығы қалмас еді. Аллах жамандықты жаратты да жаратпады ма деген мәселе ислам ағымдары арасында талас тудыруда. Біреулер Аллах тек жақсылықты жаратты, жамандықты адам өзі жаратады, өзі жасайды десе, біз сүнниттер жақсылықты да жамандықты да бір Аллахтан деген пайымды ұстанамыз. Аллах адамды жамандыққа итермелеп, кез келген қасиетті
әдейі басымызға душар етпейді. Жоғарыда айтып өткеніміздей, пенде өзінің ерік жігерінің таңдауымен жақсылықты да, дәл сол секілді жамандықты да басынан тілеп алады. Аллах тағала болса оның қалауына сай сол істі жүзеге асырады. Сонда бұл жерде кім кінәлі? Әлбетте, таңдаушының, яғни пенденің өзі кінәлі. Құран аяттарының мағынасынан адамның өз-өзіне кесір тигізетінін аңғаруға болады. Ал Аллах тағала пендесін күнәһар болсын, жаман адам болсын демейді. Мысалы, әрине бұл мәселедегі келтіріп отырған салыстыруымыз тек тақырыптың мағынасын ашып беру үшін ғана. Себебі мәселе басқалай болғанда бұл салыстыру тіпті орынсыз болар еді. Ата-ананың балаларына жаманды қаламайтын түсінікті жайт. Керісінше, ата-анасы баласын сәт сайын жамандықтан жеркендіріп жақсылыққа үндеуден ешқашан жалықпайды. Бірақ ата-анасының адал көңілі мен баланың шалыс қылығы көп жағдайда сәйкес келе бермейді. Егер балалардың бәрі ата-анасының айтқандарымен жүріп, бірден судан ақ үстен таза болып кетсе, жер бетінде бұрын-соңды болмаған бейбіт ғұмыр орнар ма еді? Кім білсін? Өкінішке орай ата-анасын тыңдайтын перзент аз. Ата-ана баласының шалыс басып, жаман жолға түскенін қаламайтыны секілді. Аллах та пендесінің тозаққа баруын қаламайды. Ата-анасын тыңдамаған бала темір тордан бір-ақ шығады, немесе қоғамдағы сүйкімсіз, жағымсыз тұлғаға айналады. Сол секілді пенде де Аллахтың әмірлері мен тыйымдарына құлақ аспай, Аллахтың ақ жолымен жүрмей, бұл дүниеде қарғысқа ұшырап, о дүниеде тозаққа бармақ. Осы тақырыпқа қатысты аятта да Аллах оларға зұлымдық етпеді, бірақ олар өз-өздеріне зұлымдық еткен еді. Нахл сүресі деп барлық мәселеде пенденің өзі кінәлі екенін білдіреді. Расында, Аллах адамдарға еш зұлымдық жасамайды, бірақ адамдар өздеріне өздері зұлымдық жасайды. Юнус сүресі. Мәселе осылай болған соң, шынайы мұсылман жақсылыққа кенеліп, жақсы іс істеп, табысқа жетіп жатса, Аллахқа шүкір етіп, жамандыққа ұшыраса сабыр етіп, Аллахтан әрбір істің хайырлысын тілегені абзал. Бұл жамандыққа кезіккенде бас иіп, соңы не болар екен деп күту деген сөз емес. Керісінше, пенде сол жамандықтан құтылудың жолын іздеп, әркімге өз жөн жосықсыз шағымын айта бермей, Аллахқа шын ниетмен жалбарынып дұға етуі керек. Кейде жайсыздыққа ұшыраған жандар аузына келген ғайбат сөздерді айтып, тіпті Аллахқа да тіл тигізуден жасқанбайды. Ал шынайы мұсылманның мұндай масқаралыққа жол бермеуі тиіс. Аятта осындай бір жағдаятқа ұшыраған пенденің кейпін былай баян етеді. Ал енді Аллахқа адамды қашан сынап игілікке бөлесе, Раббым сені сыйлады, мені сыйлады дейді. Қашан оны сынап несібесін тарайтса, Раббым мені қорлады дейді. Фажр сүресі. Мұсылманның келесі бір міндеті дін бауырларын жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйылуға үндеу. Мүмин бұл істе тек бір Аллахтың разылығы ғана ойлайды. Сонымен қатар, жасаған әрбір жақсы амал үшін сауап, жаман амал үшін күнә жазылатындығына бек сенеді. Мұсылман ешбір нәрсенің де жауапсыз қалмайтындығын бір сәт естен шығармауы тиіс. Асылында, иманды жан ешкімнің ала-жібін аттамай, қолынан келгенше жақсылығын аямай, дін үшін жаман әдеттен аулақ болып, өзгені де жамандықтан жеркендіруді өзінің асыл мақсаты деп біледі. Өзіне жамандық жасағанға жамандықпен жауап қайтармастан, кешірімшіл болу, яки таспен ұрғанды аспен ұру қағидасына сай амал етеді. Хидаят – дұрыс жол, далалат – адасушылық. Хидаят – Аллахтың бұйырған тура жолына түсу, иман етіп ізгі амал істеу. Ал далалат – хақ жолдан бас тартып, адасушылыққа бой алдыру деген ұғымды білдіреді. Кейбір мұсылмандардың түсінігі бойынша Аллах тағала пенденің қалауынан тыс не хидаят нәсіп етеді, не далалатқа салады. Бұл әрине қате пікір. Мәселен, Аллах сізді еріксіз далалатқа, адасушылыққа түсірді делік. Адасушылықпен ғұмыр кешкендіктен сіз әлбетте тозаққа лайықтысыз. Енді сіз тозақтық болардың алдында, «Я Аллахым, мені мына дүниеге жібердің де, ешқандай ерік берместен адасушылықтардың санатына тастадың. Енді мені неге жазаламақсың? Менің нендей күнәм бар? Өзің адастырып, өзің жазаламақсың. Бұл сенің әділдігіңе жатпайды ғой.
деп сөзсіз уәж айтпайсыз ба? Сондықтан Аллах ешкімді зорлап хидаятқа не далалатқа түсірмейді. Аллах құлдарына жәбір көрсетуден пәк. Себебі оның мейірімі мен рахымында шек жоқ. Пенде тура жолға түспес бұрын болып не детсе, барлық ықыласымен Аллахтан тілесе, шүбәсіз оған хидаят нәсіп болады. Егер адасушылықтардың жолын таңдап, хақ жолды қабыл еткісі келмей, бұра тұрса, онда оған Аллах далалаттың жолын ашады. Ислам бойынша ешбір пенде дінге, иманға қинап кіргізуге болмайтындығынан баршамыз азды көпті хабардармыз. Бұл ислам дінінің шексіз мейірім діні екенін айғақтайтын бірден бір дәлел. Аятта былай деді: дінде зорлық жоқ. Бақара сүресі. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: егер Раббың қаласа, әрине жер бетіндегілердің барлығы түгелде иман келтірер еді. Адамдарды иман келтіруге сен күштейсің ба? Юнус сүресі. Міне, осы аятта айтылғандай, Аллах қаласа барлық адамды еріксіз иманды етер еді. Бірақ әділет падишасы әсте олай етпейді. Тіпті пайғамбарымызға да иман мәселесінде ешкімге зорлық көрсетпесе деп бұйырады. Хидаят пен далалат пенденің ниетіне қарай болатын жағдайлар екені Құранда да анық баян етіледі. Енді кім тура жолда болса, өзі үшін тура жолда болады. Ал енді біреу адасса, өз зиянына ғана адасады. Мен сендерге кепіл емеспін деп айт. Юнус сүресі. Аллах құлдарына зұлымдық жасамайды. Ғафыр сүресі. Пайғамбарлар да ешкімді мәжбүрлеп иман еттірмей, тек Аллахтың ақ жолына шақырып, өз міндеттерін ғана атқарған. Иманға көңілі бұрмайтын пендеге пайғамбар ешқандайды да бұйрық бере алмайды. Себебі жол таңдау пенденің қалауында, қалауына қарай Аллах тағала сол жолдың есігін ашады. Хазіреті пайғамбарымыз да көкесі Әбу Талибке қанша жалынып сұрағанымен иманға келтіре алмайды. Ең ақырында иманнан қашқан көкесіне Аллах адасушылықтардың жолын ашты да, ол сол иман келтірмеген күйі бұл дүниеден озды. Тіпті бар ықыласын адамды тура жолдан тайдыруға арналған шайтан да адамдарға адасушылықтың жолын көрсетіп, алдап арбағанымен, бірақ ешбір пендені зорлап адастыруға құдіреті жетпейді. Ал шайтанның шынайы мүмінге зәредей зиян тигізе алмайтындығы белгілі. Менің шынайы құлдарыма ықпалың жүрмейді, бірақ саған кім ерсе адасқандардан болады. Хижр сүресі. Жүректегі мөр. Дінімізде кейбір жандардың жүректерінің мөрленгендігі жайында айтылады. Мөрленген деген сөздің мағыналық шеңбері иманға құлақ асып, жүрегі жібімейтін, хақ жолды теріс деп санап, өз пікірлерінен әсте танбайтын жандар деген ұғымды қамтиды. Осыған келіп, санамызда, шындығында да пенденің жүрегіне мөр басылып, содан ол мәңгілік кәпір бола ма екен деген заңды сауал құлаңы береді. Ешбір құлына Аллах тағаланың зұлымдық етпейтіні басы ашық мәселе. Бұл тұрғысында жоғарыда рет-ретмен сөз болды. Ал бұл жердегі негізгі ілтипат ең алдымен пенденің өзіне қатысты. Егер пенде ешбір діни үгіт насихатқа селт етпей, ақиқатты ашық түрде кесірлікке бой алдырып мойындамаса, адасушылықтың өзіне ту етіп ұстанып, қасарысып, тек өз пәлсафасын дұрыс деп дегенінен қайтпаса, жаратушы ондай пенденің жүрегіне рухани мөр басады. Яғни пенденің өз қалауының кесірінен оған ешқандай үгіт насихат дарымаған соң Аллах тағала оның жүрегіне мөр басады да өлгенше хидаят нәсіп етпейді. Егер біз пәленшенің жүрегіне мөр басылып, сондықтан ол енді ешқашан иман етпейді десек, қатты қателесеміз. Асылында ол Аллах оның жүрегіне мөр басқандықтан иманға келмей жүрген жоқ. Керісінше, оған берілген мөр оның маңдай термен еңбектеніп тапқан адал еңбек ақысы секілді нәрсе. Яғни, әлгіндей жан ақиқатқа, Аллахқа мүлде сенбей, көбіне сенгісі де келмей, өзінің пікірін ғана дұрыс деп санағандықтан оның бетінің бері қарауы мүмкін болмаған жағдайда ғана жүрегіне мөр басылған. Мысалы, Әбу Жахил, Әбу Лахаб тағы басқа осы секілді мүшриктер өз әрекеттері мен сенімдерін дұрыс деп, сол жолдан бас тартпағандықтан жүректері мөрленген. Олар Хазіреті пайғамбарымыздың айтқандарының ешбірін қабыл етпей, тіпті пайғамбарымызды келеке етумен болған. Міне, осындай шектен шыққан жағдайда ғана әлгінде жандардың жүрегіне мөр басылмақ.
Аллах тағала бұл тақырып жайындағы хикметті мына аяттарда білдіреді. Күпірліктерін жалғастыру себебімен Аллах олардың жүректерін мөрлеген, сондықтан азы ғана иман етеді. Ниса сүресі. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам арасында қарсы болғандарды үгіттесең де үгіттемесең де бәрі бірдей. Олар иман келтірмейді. Аллах олардың жүректеріне, құлақтарына мөр басқан, әрі көздерінде перде бар. Сондай-ақ олар үшін үлкен азап бар. Бақара сүресі. Пенденің ризық несібесі. Жаратылыстағы бүкіл тіршілік атаулының өлшеулі ризығын бір Аллах қана береді. Ал сол ризық несібенің өз аяғымен жүріп табатындары мен әрекет етуге дәрменсіз тіршілік атаулының ризығының арасында пәлендей айырмашылық жоқ. Мәселен, адамдар, хайуанаттар мен құстар өз ризық несібелерін саналы түрде әрекет ету арқылы тапса, ана жаратырындағы сәбиге Аллах анасының қанымен ризық береді. Тіршіліктегі басқа да әлсіз шақалақтар туралы да осыны айтуға болады. Олар ата-аналарын не басқа да жағдаяттарға себепші қылу арқылы Аллах өз ризықтарына жеткізеді. Және де Аллах пенденің әрекеті мен ниетіне сай халал не харам жолдан ризығын нәсіп етеді. Біздің айтып отырған тұжырымдамамыздың түпкі өзегі Құранда баяндалады. Жер бетіндегі әр жәндіктің қорегі Аллахқа тән. Ол олардың тұрақты, тұрақсыз орындарын біледі. Барлығы ашық бір кітапта. Худ сүресі. Шүбәсіз, ол Аллах ризықтандырушы және мықты күшке ие. Зәрият сүресі. Негізінде пенденің ризық несібесі оның қаншалықты әрекет етуіне тікелей байланысты. Десек те, Аллах тағаланың қалағанын құлына есепсіз ризық беретіндігі басы ашық мәселе. Бірақ Аллах ризықты пенделерінің иманды не имансыздығына қарай бөле жарып бермейді. Егер жағдай солай болғанда, иман еткен мұсылмандардың бәрі ірі байлық иесі болып, дінсіздердің барлығы тақыр кедей болулары керек еді ғой. Ал күнделікті өмірдегі жағдай мұны мүлде теріске шығарып тұрған жоқ па? Сондықтан пенденің бай не кедей болуы Аллахтың қалауындағы мәселе екендігін түсінуіміз керек. Бұл тақырыпта да бізге Құран аяттары негізгі көмекші. Аллах қалаған кісінің несібесін молайтып, қалаған пенденің несібесін тарылтады. Рағд сүресі. Аллах қалағанын есепсіз ризыққа бөлейді. Бақара сүресі. Пенде тіршіліктегі өз ризық несібесін табу жолында түрлі әрекеттерге, айла тәсілдерге барып, бүкіл күш жігері мен ақыл парасатын жұмсайды. Әрине, пенде өз қарым қабілетіне қарай ризығын айырады. Бірақ ең бастысы ризықтың халалынан ішіп жеуді Аллахтың бұйыратынын бір сәт естен шығармау керек. Ал енді Аллахтың сендерге берген ризығының халал әрі тазасынан жеңдер. Нахл сүресі деген Аллах тағала мұсылман пендеге өз ризығын табудың негізгі тұжырымдық формасын ұсынады. Әрбір тіршілік атаулы Аллахтың өзіне бұйыртқан өлшеулі ризық несібесін ішіп жемей, бұл фәнді дүниеден өтпейді. Және ешқандай тіршілік иесі өзгенің жаратушының шексіз даналық ілімімен белгіленген ризығына ортақ бола алмайды. Хазіреті пайғамбарымыз былай дейді: ризықты іздеуден бас тартпаңдар, ешкім өзіне бұйыртқан ризыққа жетпей өлмейді. Олай болса, халалын алып харамын тастаумен ризықтарыңды жақсылап іздеңдер. Әр тарғиб. Қым қуат сынаққа құрылған мына тіршіліктегі ризық несібе мәселесіне қатысты шынайы мұсылманның ұстанымы Аллахтың бұйыртқан ризық несібесіне әркез шүкір етіп, таршылығы болса, оған сабырлықпен әркез қанағат етіп, әрбір істің қайырын бір жаратушыдан тілеу. Асылында шүкіршілік Аллахтың сүйікті құлдарының қасиеті. Иманды кісілердің бұл мінезі оның ризық несібесінің артуы түсуіне де бірден бір себепші болады. Сол уақытта Раббыларың, егер шүкір етсеңдер арттыра беремін, ал егер қарсы келсеңдер азабым қатты деп жариялады. Ибрахим сүресі. Өмірдің бітуі мен ажал мәселесі. Дүние тіршілік атаулының ғұмыры жаратушының әу баста тағдырға жазған мөлшерімен өлшенеді. Әркімде өз межеден не артық не кем өмір сүре алмайды. Пенде өзіне берілген ризық несібесіне қол жеткізіп, дәм тізі таусылған соң, пәни өмірмен қош айтысып, мәңгілік өмір сапарына көш түзейді.
себебі өмірді де өлімді де жаратушы бір Аллах. Әрбір кеудесінде жаны бар тіршілік иесі өліммен бетпе-бет келері хақ екендігі қасиетті Құранның Имран сүресінде әркім өлімді татады деп тайға таңба басқандай анық айтылады. Әрине, бұл ойлы жанға үлкен сабақ. Сонымен қатар Құранда өлімнің уақыты да Аллахтың иләхи ілімімен белгіленіп қойғандығы жөнінде айтылады. Біз араларында өлімді белгіледік. Бізден ешкім оза алмайды. Уақиға сүресі. Аллах әрбір пендеге тек өзіне тән өмір өлшемімен нәсіп еткендіктен кімнің қанша уақыт ғұмыр кешетіндігі біз үшін беймәлім. Ол әрине бір Аллаға аян. Кейде пенденің дененің саулығына, жас кәрілігіне қарап, пәленшенің денсаулығы атта екен, ал түгеншенің ғұмыры санаулы, тіпті ауру меңдеп алыпты ғой өзін, деп оған байланысты біреудің өмірінің ұзақтығы мен қысқалығы тұрғысында тон пішетін кездерімізде болады. Ал тіршілікте бәрі де біз ойлағандай бола бермесі белгілі. Тепсе темір үзетін жігіттердің де аяқ астынан ажал құшып жатқаны да ешкімге жаңалық емес. Демек, ажал күтпеген сәтте келері анық. Өлімнің ерте кеші, жасы не кәрісі болмайды. Пенденің тағдырында жазылған ажал сәті келгенде Әзірейіл періште оның жанын бір сәтте болсын кешіктірместен алады. Өлімнің уақыт сәті таянғанда ешқандай кешігу немесе ерте кету деген ұғымның әсте болмайтындығын мына аяттардан білеміз. Әрбір адамның ажалы бар. Оларға ажал келген кезде 1 сағат бұрын және кейін кешіктірілмейді. Ағ-Раб сүресі. Әрбір үммет үшін бір ажал бар. Қашан олардың белгілі мерзімі келсе, сол сәтте кешіктірілмейді де, ілгерілмейді де. Юнус сүресі. Қашан біреудің ажалы келсе, Аллах оны әсте кешіктірмейді. Мунафиқун. Демек, пенденің тағдырына жазылған дәм тұзы біткенде, оны өлімнен ешқандай күш ұзартады да, арашалап та қала алмайды. Бірақ осы мәселеге байланысты Хазіреті пайғамбарымыздың өмірді ұзартатын амалдарының бар екендігі жөнінде айтылатын хадистері бар. Бұған мысал ретінде садақа беруді айтуға болады. Расында да адам садақа беру, не басқа да хайырлы амалдар, дұғалар жасау арқылы ғұмырын ұзарта ала ма? Әлбетте ұзарта алмайды. Себебі әу баста пенденің ғұмыры белгіленгенде Аллах оның не істейтіндігін, садақа беріп бермейтіндігін, нендей хайырлы амалдар жасайтындығын немесе жасамайтындығын білген. Пенденің өлшеулі ғұмыр жасы да соған қарай белгіленген. Ал ғаламның рақым нұрына айналған ардақты пайғамбарымыздың кейбір құлшылық түрлерінің өмірді ұзартады дегенге саятын хадисі негізінен адамдардың аталған құлшылық түрін істеуге ынталандырудан туындаған болса керек. Яғни, бұл жерде аталған хадистердің ең бастысы ғибраттық ұстанымдарды басым еткенін ескергеніміз жөн. Мұсылман кісі үшін ажалды күткеннен гөрі жалпы ақырет үшін қандай да дайындық жасағаны маңызды. Кейде өмірдің тауқыметіне төзе алмаған жандар өз-өзіне қол жұмсап, немесе өзіне өлім тілейтін жандарға дейін барып жатады. Асылында мұндай үмітсіздікке түскен кісілердің Хазіреті пайғамбарымыздың тап болған бәле жала, апатқа қарсы ешбіріңіз өлім тілемеңіздер деген аса маңызды тұжырымын назарға алғандары дұрыс болар. Хазіреті пайғамбарымыздың мына хадисін көкейімізге сақтап, соған қарап амал етейік. 5 нәрсе көрместен бұрын олжа деп біл. Өлместен бұрын өміріңді, ауырмастан бұрын денсаулығыңды, бейнеттенбестен бұрын бос уақытты, қартаймастан бұрын жастық шағыңды, кедейленбей тұрып байлықты ғанимет деп біл. Бұхари риуаяты. Қорыта айтқанда, иман негіздеріне сену әрбір адам баласының парызы. Себебі ислам соңғы дін және күллі адамзат пен жын атаулыға жіберілген. Алайда жер бетінде қаншама дін бар және әрбір дін өз сенімдерін белгілі бір жүйе арқылы түсіндіруде. Ал дініміз исламның негізгі жүйесі өте түсінікті әрі нақты дәлелдерге сүйенеді. Міне, осы түсінікті әрі нақты дәлелдерге сүйенетін иман мәселелерін қамтитын саланы ақида деп атайды. Иман негіздеріне сенген адам Аллахтың құзырында және қоғамда мұсылман деп аталса, сенбестен немесе теріске шығарған пенде Аллах құзырында, Құран тілмен айтқанда, сенбеуші, терістеуші, қабыл етпеуші мағынасын білдіретін кәпір есебін алады. Бұл ислам дінінің қағидасы.
Ақида мұсылманның сенімін бір бағытта әрі тұрақты ұстап тұратын сенім жүйесі. Міне сондықтан ақиданы дұрыс түсінбеу түрлі кері ағымға жетелейтіндіктен біздер иман негіздерін толыққанды түсінуге тырысайық. Аллах тағала баршамызға жар болсын.